Баршаларыңызға сәлем достар, менің арнама қош келіпсіздер. Бүгін 3 ағзаттан тұратын шоколадты коктейль дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге сүт, шоколад және балмұздақ қажет. Ең алдымен сүтімізді орташа отқа қойып, үстінен шоколадымызды салып, ерігенше тоқтамастан араластырып тұратын боламыз. Сіздің балаларыңызға осы шоколадты коктейль салқын күйде ұнайтын болса, салқын сүтке какаомызды және балмұздақты салып миксерлеп берсеңіздер де болады. Ал мен осылай біздің балаларға осылай жылы күйінде ұнаған соң бір қайнатып жасаған болатынмын. Шоколадымыз осылай еріп шыққаннан соң бір қайнағанын күтетін боламыз. Осылай бір қайнап шығады, біздің коктейліміз дайын болды. Енді осыны кішкене ғана салқындатуға қоямыз, бөлек ыдысымызға құйып. Коктейлді өзіңіздің қалауыңыз бойынша салқын күйде немесе осылай жылы күйінде де ішсеңіздер болады. Біздің балаларға жылы күйінде ұнайды. Сол себептен мен қайнатып істеген болатынмын. Осылайша оның үстінен 3 қасық балмұздақты саламыз және сүтімізді қосатын боламыз. Кішкене ғана 100 граммдай ғана сүтті қостым. Ешқандай блендердің қажеті жоқ. Осылайша миксердің көмегімен, миксер болмаса венчиктің де көмегімен толықтай араластырып шығуға болады. Біздің 5 минутта дайын болған шоколадты коктейліміз дайын болды. Балаларға ұнайтыны сөзсіз. Сізде балаларыңызға дәл осы рецепт бойынша дайындап беріңіздер. Достар, видео ұнаған болса, лайк басып, менің парақшама тіркеліп, өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сізде дәл осылай дайындап көріңіздер. Ас болсын.